Баршаңызға сәлем. Бүгін жасайтынымыз ірімшік қосылған тоқаштар. Керегі 500 грамм ірімшік. Оған 160 граммдай қант қосамыз. 2 жұмыртқа. Кішкене араластырамыз. Сары май қосамыз. Бәрін араластырамыз. Соңында ұнға 1 қасық, шай қасық қопсытқыш қосамыз. Оны сүзгіден өткіземіз. Онда бірте-бірте қосуымыз керек. Ең бірінші басында қасықпен араластырамын. Одан кейін оның бәрін салып болғаннан кейін кәдімгі қамыр жасаймын тығыздап. Қатты тығыз болмау керек, жұмсақтау болу керек. Сосын 10-15 минутқа демалдырып қоямыз, бетін жауып. Демалып болғаннан кейін қамырымызды ұн сеуіп, қолға жабыспас үшін 8 бөлікке бөлеміз шамамен. Әр 8 бөлігін домалақтап жинап қойдым. Әр бөлшегін жайып, тоқаш жасаймыз. Қамырды жайып болғаннан кейін үй комнатасының температурасында еріген майды жағамыз. Әр қамырына мен 1 ас қасық қанттан салдым. Және ұсатылған 1 ас қасық жаңғақ. Видеода көрсетілгенде әр қамырымызды осылай шетінен бастап бүктейміз, орап. Шетін жабыстырамыз. Ішіндегі жаңғақ шашылып қалмас үшін. Орап болғаннан кейін ортасынан бөлеміз. Екі бөлшегін өреміз. Осындай тоқаш шығады. Орысша айтқанда булочка. Және әр тоқашымызды жұмыртқаның сары-уызын жағамыз. Духовкада пеште шамамен 25-30 минут пісіп тұру керек. Соңында қант пудрасымен бетін себеміз. Осындай әдемі және жұмсақ, дәмі тіл үйіретін тоқаштар болды. Шайларыңыз дәмді болсын.